жүн өңдеу мәселесі. Бұған әдейілеп келіп өзім көрейін деген. Енді осы міне салынып, осы тамыз айында ашылуға жоспарлап жатыр. Өздеріңіз білесіздер, теріді, жүнді бізде кейбірде экспортқа шықпай шектеу болды. Шектеу деген ол пошлина болатын. Жуырда біз бұл пошлина 200 евро болатын, оны алып тастадық терге. 50 евро жүнге болатын, оны да алып тастадық. Қазір ереже регистрацияда, сондықтан экспортқа шығаратындарға да жол ашып жатырмыз. Өйткені жүн тері далаға лақтырылмау керек. Оны арманға экспорттау керек. Екіншіден, бұлдай мынандай мекемеге қайта өңдеу мәселесіне бұларға да субсидия беретін болып жатырмыз қолдап. Бұл жерге қазір жүн өткізетін болса, жаңағы бізде тонкая шерсть дейді, полутонкая дейді. Олардың бағасы 150-200 теңгеден субсидия төленеді. А мынау грубая шерстьқа, цветной шерстьқа бұған 25 теңгеден төленеді. Ол да бір қолдау болады кісілерге, шаруашылықтарға. Одан басқа қайта өңдеу мәселесін шешу үшін біз 15 айға тағы да оборотқа ақша беріп жатырмыз. 5% субсидиясыз таза бұл да үлкен қолдау беріп жатырмыз.